Диплом вообще не нужен, если голова работает деген сөз бар. Кейбір оқушылар сабаққа дайындалмай келген болатын. Сонда сабақ оқымасаңдар, ертең жоғарғы оқу орнына түсе алмай қаласыңдар. Одан кейін дипломсыз қаласыңдар деп айтқанында, бір оқушының апай, диплом вообще не нужен, если голова работает деген сөз бар. Соған бір күліп алғанымыз бар еді. Бір оқушы өзі бойы кішкене орта бойлы болатын, сабақты тым жақсы оқып дайындалып келіп жүретін. Мен ол оқушыға жарайсың, сен сабақты өте жақсы оқып дайындалып келіп жүрсің деп айтқаным бар еді сол кезде. Апай, менің просто бойым кішкентай ғой, әйтпесе мен жақсы оқитын баламын ғой деп айтқаны бар. Ұстаздардың барлығын қуантуға тырысар едім, және де сол бір күндік оқушы болған сәтімнен көбірек ләззат алар едім. Тергеуші болар едім. Себебі бала күнінде осы ішкі істер саласында жұмыс жасағаннан қатты ұнайтын. Ұстаз болу бұл шеберлік. Болмады ма?